түзу сызықты емес теңсіздіктер жүйесіне есеп шығарып көрейік. Біріншіден 2х квадрат үлкен 32 дегенді 1-ден 2-ге қысқарып былай жазсақ болады. Х-тің квадраты азайтылған 16 үлкен 0-ден. Яғни мына 32-де 16 қалды, 2-ге бөлген кезде соны солға қарай аударып алдық. Келесі х азайтылған 2-нің квадратын қалдырып 9-ды солға қарай ауыстырып аламыз. Енді бұл жерде біз қысқаша көбейту формуласын көріп тұрмыз. Бірінші жақша х азайтылған 4, екінші жақша х қосылған 4. Неге 4? Себебі 16 ол бізде 4-тің квадраты үлкен 0-ден. Екіншісінде жақшаның ішіндегі өрнек қалады және азайтылған 3 деп бірінші жақшаны аламыз. Және де тағы да жақшаның ішіндегі қалады да, мына жерде минус емес, енді қосу 3 үлкен 0-ден. Неге 3? Себебі 3-тің квадраты ол бізде 9-ға тең. Ары қарай бірінші жақша біз қалдырамыз үлкен 0-ден. Бізде екінші теңсіздікте х азайтылған 5 және де х қосылған 1 деген өрнек қалады. Себебі минус 2 қосылған 3 ол бізде 1-ді береді. Мынаны бізде азайтылған минус 5 береді. Осы жақшаны орындап алып, ары қарай біз интервалдар әдісін қолданамыз. Осылайынан екі параллель сызып аламыз. Координаталық түзу және де осы жерде бізде нүктелерді белгілеу керек. Бірінші координаталық түзу ол бізде бірінші теңсіздікке жатсамыз, және де бұл жерде бізде минус 4 және плюс 4 жазып аламыз. Келесі бізде минус 5, яғни ол бізде плюс 5-ке тең. Мына жерде плюс 1, яғни ол бізде минус 1 деп белгілейміз. Нүктелердің ешқайсысын боямаймыз, себебі бізде мұнда қатаң белгі. Ары қарай интервалдар әдісі. Оң жақта бізде оң таңба, ортасында теріс таңба, сол жағында оң таңба. Дәл солайынан астындағы координаталық түзуде дәл солай болады. Енді біз таңбасына қараймыз. Үлкен, яғни біз плюс аралықты бояп шығайық. Бірінші теңсіздік, екінші теңсіздікте де бізде оң, яғни үлкен, сол жағы үлкен. Олай болса, біз плюстарды осылайынан бояп шығамыз. Келесі әр нүктеден осындай перпендикуляр түзулер жүргіземіз. Енді бізде жауап жазу ғана қалды. Ол жауапты жазу үшін бізде астыда үстіде боялу қажет. Яғни мына аралықта астыда үсті боялған, мына жерде боялмаған, яғни үсті боялмаған, асты боялған, мына жерде де боялмаған, мына жерде боялмаған, мына екі жақ боялған. Олай болатын болса, жауабын жазайық. Яғни бізде үстіде және астыда боялған шекара ол бізде жауап болады. Х-ның қабылдайтын мәні минус шексіздікке дейін, мына нүктеге дейін, яғни мынау түзуге дейін, бұл түзу бізде минус 4-те жатыр. Яғни минус 4-ке дейін жай жақша, одан кейін бірігуі, яғни мына түзуден оң жағы үсті және асты боялған. Олай болса 5-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық. Осы бізде есептің жауабы болады екен. Келесі есепті өздеріңіз шығарып, жауабын комментарияға жазып кетіңіздер.